Ассалаумағалейкум, үртсіз қазақ елім. Қараңыздар, бірдеме көрсетем. Мынау 2016 жылы алдым да. Мынау 2016, мынаны 2025 жылы алдым. 6-7 жыл жұмыс жасадым, анаммен 2018-де жақсы. 7 жыл жұмыс жасадым. Мынау 1 сағатта бұзылып қалды. Мынаны Бәйтеректен алдым, Ибрайттардан, мынаны Адайдан алдым мысалы да. Бәрі пейт, мынау да пейт, анау да пейт. Екеуінде бағасы мысалы ана 17 мың болса, мынау да 17 мың. Ода 18 мың бір белгілері бар. Жақсы. Оны не айтып жатырмын? Мен анамды айтып жатырмын мысалы. Анам 3 бала 3 қыз тауды да, 3 қыз туды да. Мынаны айтамын, мынау жай. 3 қыз 3 бала туды да анамда. Енді қараңыздар, менің анам туды екен да, 3 бала 3 қыз. 2009-да ағам өлді. Қайтты ағам да 2009-да. Бірақ оған дейінгі тиесілі ғой ол 3 бала 3 қыз, әкем пенсияда, анам зейнетақы алады. Сол кезде үкімет шақырып алып неге бермеді? Кім болды ол кезде әкім? Алдам жарып, Бейсеніп, Әнесіп, Құрманбаев Болаттан кейін да Қайрат Нұртаев. Ұмыт қалдым көбі. Бірақ сол кездегі мен осы өтініш айтып жатырмын ғой сіздерге. Абат Жанғалиев мырза, Серік Шапкемов мырза Атыраудан, Мұса Қайролиев, Айбар Ерекешев, Арман Қайролин бәріне жазып жатырмын. Бірақ сіздердің уақыттарыңыз жоқ деп айтуға қақыларыңыз жоқ. Уақыт емші. Иә. Уақыт Алланың бергені. Уақыт ауыртады. Бірақ сіздер дейсіздер, менің Тілеуғалиева Раяның, Садуақас Алексейдің күміс медалы кезінде берілуі тиіс. 3 бала 3 қыз, пәленше 9 бала туып отыр, оның алтын медалын беруге тиіссіздер. Әкім орынбасарлары. Қасанов деген бар. Тағымет аттар. Аттарын да білмейміз. Олар жеге шығу керек олар негізі. Соны менің қазымнан белгілеймін Тоқаев мырзаны, Абат Жанғалиевті, Серік Шапкемовті, сол жаңа есіме түсіп кетті. Мына питпен, мына питтің айырмашылығын қараңыз. Мына аманатта мысалы 200 теңге тұратын болса, 500 теңгеге 200 теңге зат жоқ, 500 теңге тұрса, Адайда, тоже Россиядан келеді ғой, Адайда 400 теңге тұрады. 5 ұзақ бірде емес. Соны айтқым келген. Қазір айтады біреулер, ол не причем? Бұны Алматыдан әкеліп отыр. Бұның да бағасы ана ресторанда бөлек, ана неде строительный магазинде бөлек, мына строительный магазинде бөлек бағалары. Неге? Мерей дүкені чек бермейді. Чек неге бермейсіздер? Басқа дүкендерде де чек берілуі тиіс. Неге десең, ол чекті неге береді? Білесіз ба? Мен үйге келемде бір дүкеннен атын айтпай қойын. Бір дүкеннен үйге келдім, ол чек беретін дүкен. Чек беретін дүкен үйге келсем, горчица, срок өтіп кеткен. Екінші тағы бірді қарадым, сгущенка жарамайды. Бірақ мен барған жоқпын, жедім, отравление болған жоқпын. Бірақ чек берді маған. Мен сол чекпен барам, ауыстырып ал деді. Ауыстырған жоқпын. Танитын адам оған 10 жерінен құда болсын, 10 жерінен не болсын, бауыр болсын. Бірақ мына қазіргі мына өмірде ондай жоқ ағайындар. Чек беру тиіс па? Берілу керек. Ал егер де сол адам чек бермеді екен, мен үйге келемде мына затты істемей қалатын болса, қайтып өткізейін десем, чек жоқ қой. Маған бермейді, ауыстырмайды. Қосқан жоқпын мен бірақ. Пайдаланған жоқпын, қостым тек қана істемей қалды үйге келгесін. Көрдіңіз ба? Бермейді чекті. Чегін қайда дейді. Потому что мен ұмытып кеттім чек алуға. Ол чек жазып беру тиіс. Көрдіңіз ба? Ал менің анам да сол сияқты. 3 бала 3 қыз туды, еңбегі сіңді. Әкемнің бүткіл Қазақстанға еңбегі сіңді әкемнің. Бәрі біледі мен әкемді. Мен танитын. Әке шешеңді көргенді құрмет қыл дейді. Адамдар сол үшін мен жайлап тыпырлап анда-мында жүрем. Жақында біреуден естіп қалдым. Әрбір жерде жүреді, шақырмайтын жерде жүреді осы дейді. Естіп қалдым. Өлім айтып келмейді.
Зато менің сол жерге барғанда көмегім тиді. Сол жерге келіп алып Құран оқыдым 2-3 сағат. Сол жерге келіп алып адамды кіргізіп шығарып тұрдым. Бірақ менің де уақытым, еңбегі, ақылы. Бірақ ақша бермейді маған. Көрдіңіздер ма? Өзіміз ғой дейді. Көля ғой дейді. Бірақ жамандап жатқан үйдің иесі емес, басқа. Например, міне шай тұрмын. Қара шай ішем, қою қара шай. Ресторанға береді. Ресторанда официанттар. Көрдіңіз ба? Қара шай құйып білмейді. Ал бізде қалай? Атырау Құрманғазы ауданында ауыз тиесің, садақаңды бересің, көңіл айтасың, кетесің. Көңіл айтқанда да шай бермейді бізде Атыраудағыдай. Атырау Құрманғазы 300 километр. Вот бәрін айтты, бірін айтты дейді, менің анамның алтын медалын беруге атсалысыңыздаршы. Күміс медалын. Көрдіңіз ба? Қалай бір-бірінің баласын асырап алып жатыр, бір-бірінің бірдемелерін асырап алып жатыр, біреулер бар ғой ондайлар. Көрдің ба? Әртүрлі адамдар деген. Мен мысалы қазір барайын емделуге, әлі бара алмай жүрмін. Бір күні екі телефонымды зарядтап, киініп, сықитып, анализін тапсырып, біратала бір барам. Сонда жүрем бәрін. Бірақ жете алмай жүрмін. Бірақ новый емханаға барғым келіп тұр да. Мына ремонт жасалып жатыр ғой. Қараптан қарап Абай мектебі мені бұлқа салып тастады. 1 жыл болды. Бегелеп мектебі жауып тастады. Әкімшілік салып тастады Атырау Құрманғазы ауданында. Мен не істедім? Мен боқтап жатырмын ба? Мен балағаттап жатырмын ба? Көрдің ба? Қит етсе сол кеше Әуезов деген бір мұғалім шықты. Астына біздің потаға түскен потамызды жіберіп едім, алып та блокқа салып тастапты. Мен күйеуіңе айтайын ба сенің? Бар. Бала шағаңа айтайын ба? Алып та блокқа салып тастады. Мен Әуезовті қарай алмаймын қазір. Әуезов мектебін. Әуезов мектебіне таратып жүріңдерші. Қараптан қарап блокқа салып тастады. Мен фото салғаным үшін. Менің өзім потам ол потаға түскенім, өзім саламын, өзім. Сен кетіп тастауға болады ғой сол потаны. Өзінің қолынан келеді, администратор кетіп тастауға, мені блокқа салып тастағанша. Көрдің ба? Сол сияқты Бегелевке де ештеме жазған жоқ, Абай мектебіне ештеңе жоқ. Абай мектебі, наоборот, өзбектерде жұмыс қалмағаны үшін, Абай мектебі шипырларды лақтырып жатқаны үшін мен оны халыққа ескерттім. Лақтырмаңдар деп. Басқа мемлекеттің адамы келіп, біздің имуществоны бүлдіріп жатыр да. Көрдің ба? Ал мені блокқа салып тастапты. Мен олар жауып тастаса да мен айта беремін ғой. Мен Абай мектебін белгілей алмаймын тек қана. Вот сол жаман да. Бегелепті белгілей алмаймын. Әуезов мектебін белгілей алмаймын. Әкімшілікті белгілей алмаймын. Оны жауып тастаған аттарын айтамын келесіде. Жауып тастаған адам. Телеграмнан да шығарып жібердіңдер. Әкімшілік. Көрдің ба? Бүкіл Қазақстанға айтып жатырмын мен. Телеграмнан шығарып жіберіп тұр ғой. Көрдің ба? Телеграмда мен мына өзімнің суымды Құрманғазы ауданына су жақсы жүріп жатыр дегенде мені блокқа салып тастап тұр ғой. Жамандап жатқан іштегі жамандап жатыр. Любой жамандап жатыр. Медет деген бар, тағы бірдеме деген, Лунара. Кім еді? Бір келіншек бар, постоянно жамандайды. Мен Құрманғазы ауданының әкімшілігінің, Құрманғазы ауданының депутаттарын бір жамандап жатқан ештемем жоқ. Солар неге бұғаттамайсыңдар? Көрдіңдер ма? Менен көмек келіп жатыр. Үлкен көмек болмаса да, мен әрбір қаденің бір көмектесіп жатырмын бір жеріне. Мал шаласыңдар ма, бауыздап берем, Құран бағыштаймын. Үй салып жатсыңдар ма, үйге Құран бағыштаймын. Құранның арқасында мен жазылып бардым. 2 аяғым тізем жазылды. Көрдіңдер ма? Мен емге барған жоқ. Мен емханаға барғандар көрдіңіздер ме әлі? Емханаға барам бір күні. Емханаға кәдімгі дұрыстап тұрып қаралған бұйырса. Бірақ емханаға қаралғанда тегін болу керек. Және уколды үйден алдырмау керек. Және емханаға жатып тісім ауырып қалса, мысалы, тісімді де емдеп беру керек. Неге сондай жасалмайды? Көрдіңдер ма? Ондай жоқ. Айтуға оңай. Алматыда, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.